Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте дәмді құзғұйрықтың қуырылу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен құзғұйрықтарымызды барлығын жуып тазалап аламыз және өте жұқа емес, орташа көлемде турап аламыз. Және майды көбіректеу құйып, қазанымызда қызарғанға дейін қуырып аламыз. Құзғұйрықтарымызды 5-6 минутта жақсылап майда қуырамыз. Сол кезде барлық сулары шығып, жақсылап тұрып қызаратын болады. Міне біздің құзғұйрықтарымыз жақсылап қуырылды. Жақсылап тұрып қызарған құзғұйрығымыздың үстіне үлкенде бір пияз саламыз. Пиязды көбіректе қоссаңыздар өте дәмді болады. Пияз бен құзғұйрығымызды да жақсылап тұрып қызарғанға дейін қуырып аламыз. Міндетті түрде тұз саламыз. Жақсылап араластырып 3-4 минуттай жақсылап тұрып қуырамыз. Міне біздің пиязымыз да жақсылап қуырылды, сарғайды. Енді оның үстіне жұқалап турап картошка саламыз. Картошкаларымызды жақсылап тұрып тегістеп аламыз. Ешқандай араластырмаймыз, ешқандай суда құймаймыз. Тегістеп алған картошкамыздың бетін жауып 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Құзғұйрық аскөктермен өте дәмді болады, сондықтан да өздеріңіз ұнататын кез келген аскөктеріңізді қолдансаңыздар болады. Мен қазір көк пияз қолдандым. Өте дәмді, ерекше дәм береді біздің құзғұйрығымызға. Он 15 минут уақыт өтті. Біздің картошкамыз дайын. Енді бір араластырып аламыз. Картошкамыз бен құзғұйрығымызды жақсылап бір араластырып алғаннан кейін тағы да 3-4 минутқа қойып қоямыз. Баяу отта, сонымен біздің тамағымыз дайын болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді тамақтардың бірі. Міндетті түрде сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Міне құрметті көрермендер, біздің тамағымыз дайын. Енді үстіне аскөктерімізді салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Сіздер де міндетті түрде кешкі асқа жасап көріңіздер. Өте жылдам жасалады және өте дәмді тамақтардың бірі. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі қызықты видеолар бар. Барлығы сіздер үшін. Менің каналыма өтіп қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.